Біздің қоғамымызда мектеп басшысына мектепті басқаруда ерекше міндеттер жүктелген. Өйткені мектеп білім беру үдерісінде қазіргі кезең мен болашақтың талаптарын ұштастыра отырып, тұлғаны қалыптастыру мақсатында қызметін іске асырады. Сухомлинскийдің айтуынша, басқару, адам тану, адамның күрделі және қызықты рухани жан дүниесіне үңіле білу. Басқарушылық, шеберлік пен басқарушылық, өнер даналықты жүрекпен ұға білу. Біржанова Жамбы Құдайбергенқызы еңбек жолындағы басшылық қызметін 2015-2016 жылдан бастап Гүлдабан негізгі орта мектебінің директоры қызметі лауазымына тағайындалды. Мектептің жаңа қырынан көтерілуіне, білім сапасын арттыруына көңіл бөлініп, өнегелі, тәрбиелі тұлға тәрбиелеудегі жұмыстары жандандырылып, қолға алынды. Мұғалімдердің білімдерін жетілдіру, оқытуда тиімді ұйымдастыра білуі, сабақтың нәтижелі мақсатқа жетуі үшін дамыту жұмыстары атқарылды. Әл-Фараби бабамыздың тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы. Адамға ең бірінші рухани тәрбие берілуі керек деген сөзін ескере отырып, жұмысының басым бағытында тәрбие жұмыстарын дамыту қолға алынды. Мұғалім өз ізденісін тоқтатқанда, мұғалімдігі де тоқтайды демекші. Мектеп басшысы ретінде ең алдымен білімді үздіксіз көтеріп, жетілдіріп отыруды басшы өзінен бастағанды жөн деген тұжырымды ұстанатын. 21 ғасыр мұғаліміне қойылатын талаптар өте зор. Осы орайда басшы ретінде Біржанова Жамбы Құдайбергенқызы мұғалімдерге тұрақты түрде білімін жетілдіру курстарынан өтуді, тәжірибелік семинарларға баруын, түрлі семинарларға қатысуын талап етіп отырады. Қазіргі мұғалімдер ұйымдастырушылық, құрылымдылық, бейімділік, сараптамалық қабілеттері болуы тиіс. Ол сонымен бірге ұлттық құндылықтарды, яғни этнопедагогика, этнопсихология негіздерін меңгерген, ғаламдасуға байланысты интернет жүйесін меңгерген, әлемдік білімге сай, мәдениеті жоғары, жеке тұлға тәрбиелей алатын ұстаз болу керек. Жамбы Құдайбергенқызы 2016-2017 оқу жылында Алматы қаласы педагогикалық шеберлік орталығында мектепті басқару, бақылау, білім сапасын арттыруда мектеп директорларына арналған біліктілік жетілдіру курсын аяқтады. Жетістіктің құпиясы ойдағы істі бастап кетуде деп Марк Твен айтпақшы. Жамбы Құдайбергенқызының және оның басқаруындағы мектеп ұжымының қызметкерлерінің алған асуы мен бағындырған белестері аз емес.